Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін бізде кезекті 5-ші сабақ. Біз сіздермен бүгінгі сабақта жан-жануарларды қалай ағылшынша атаймыз, сол туралы үйренетін боламыз. Ол жерде мысық, ит, барлығын ағылшынша атап оқып үйренетін боламыз. Ендеше бастайық. Менімен бірге болыңыздар. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны достарыңызға жіберіп, қоңырауды басып қойсаңыз, келесі видеоларды көре аласыз. Жан-жануар дегенді біз ағылшынша animals деп атаймыз. Ит ағылшынша dog. Мысық ағылшынша cat. Шошқа pig. Қоян ағылшынша rabbit. Сиыр ағылшынша cow. Қой ағылшынша sheep. Ат ағылшынша horse. Жапалақ ағылшынша owl. Аю ағылшынша bear. Түлкі ағылшынша fox. Енот ағылшынша raccoon. Божья коровка ағылшынша ladybug. Құмырсқа ағылшынша ant. Ара ағылшынша bee. Кит whale. Инелік, яғни орысшасы стрекоза, ол ағылшынша dragonfly. Тиін ағылшынша squirrel. Кірпі ағылшынша porcupine. Пингвин ағылшынша penguin. Піл ағылшынша elephant. Бегемот hippo. Сегіз аяқ осьминог octopus. Шегіртке ағылшынша grasshopper. Коала ағылшынша koala. Осымен достар, біздің сабақ аяқталды. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Бүгін біз 10-нан астам жануарды оқып үйрендік. Енді келесі сабақтарды көру үшін тіркеліп қойыңыз.